Менің қолымдағы көп жақтың аты икосайдер деп аталады. Яғни бұны 20 жақты деп атайды. Бұның қырының саны 30, жақтарының саны 20, төбелерінің саны 12. Яғни бұл икосайдер тең қабырғалы 3 бұрыштардан құралған. Бұл менің қолымдағы көп жақ додекаэдр деп аталады. Ол 12 жақтан тұрады. Төбелерінің саны 20, ал қырларының саны 30. Менің қолымда екі пирамида бар. Бұл пирамидалардың біріншісінің табаны тең қабырғалы үстірт, ал екіншісінің табаны шаршы. Сол себепті бұл пирамидалар дұрыс пирамидалар болып саналады. Қолымда екі фигура бар. Бұл октайдер. Қазақшаға аударғанда 8 жақты дегенді білдіреді. Октайдер тең қабырғалы 3 бұрыштардан құралған. Оның 12 қыры, 8 жағы және 6 төбесі бар. Ал бұл көп жақты тең бүйірлі 3 бұрыштардан құралған геометриялық фигура.